Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке. Бүгін өте бір ерекше салат жасадым және соның рецептімен сіздермен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Толық рецепттің барлығын видеоның астына жазып кетемін. Ең алдымен қиярымызды турап алайық. Менде осында бір қияр жетті және оны осылай таяқша қылып турап шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша 4 бұрышты немесе дәл осылай мен сияқты турасаңыздар болады. Кейін тәтті болгарымызды да дәл солай турап аламыз. Барынша арасын жұқа қылып тураған әдемі көрінеді. Кейін бізде пиязымыздың кішкене бөлігін, яғни жартысын ғана қосамыз. Майдалап тураймыз пиязды. Кейін пиязымызды қоспас бұрын кішкене осылай қолмен ажыратып қосқан дұрыс. Сол кезде жақсы араласады. Кейін бізде қайнатылған ет, яғни тауық еті. Менде куриный грудка. Кейін қайнатылған 2 жұмыртқамызды қосамыз. Кейін магазиндегі шампиньон бар. Менде өте майдасы шықты, оны тураған жоқ. Егер де сіздерде үлкен болса, оны да турап жіберіңіздер. Менде көріп тұрсыздар, өте майда болып шықты. Сол себептен турамай бүтін күйінде қостым. Кейін татымына қарай майонез қосамыз, тұздаймыз. Кейін горчица болса, оны да қоссаңыздар өте күшті болып шығады. Мінекей біздің куриный салат с болгарским перцем деген салатымыз дайын болды. Бірақ мен бұл салатқа мүлде басқаша ат қойғым келеді. Бұл салатқа нежность деп ат қойғым келеді. Себебі бір өте пияздың дәмі білінбейді. Бір қарапайым заттардан жасалған осындай ерекше бір салаттың бір түрі деп айта аламын. Видеом сіздерге ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.